өте жақсы. Есік қаласы деген сөзінің тағы қандай шығу тарихи нұсқасын білесіз? Дұрыс. Есік қаласы міне жерде жаңа мен айттым ғой, Алатаудың бөктерінде тұрып жатырмыз. Қазір мына алманың әлгі апорттан шығып, мынандай дәуді апорт. Соның жабайы апорттар жүрді оған. Міне, енді біз есік деген жаңағы есіктің, сауданың есігі ашылсын деген сөзден бастап. Сауданы Қызылжардан бастап, мына жерге дейін созылған мына жол жібек жолы деп аталады. Неге жібек жолы? Енді мен тереңірек айтайын деп отырмын ғой. Жібек жолы деген сөз Қытайда жібек өндіреді. Анандай құрттар жібек өндіреді. Солар көп өсіреді, содан жібек өндіреді. Индияда жібек өндіреді ол кезде. Бұл 5-ші ғасырда айтып отырмын мен. 5-ші ғасырларда содан кейін бәрі осы есікке кіргенде мына есікті сауданың есігіне кірдік деп есептейді. Содан мына сауданың есігі осы жерден басталды. Осыдан жарты ғасыр бұрын археолог ғалым Кемел Ақышев есік қорғанынан алтын адамды тапқан еді. Қазақты ғана емес, әлемді дүр сілкіндірген ол оқиға тарих беттерінде алтын әріптермен жазылғаны бәрімізге аян. Осы есік обасынан табылған олжа неліктен алтын адам деп аталды? Бәрекелді сұрағын өте орынды. Бағана айттық қой біз, 1970 жылы алтын адам табылған деп. Орталық қабір өкінішке орай тоналып кеткен, бірақ орталық қабірдан оңтүстік батысқа қарай 12-15 метр жерде екінші жерге жорасы жатқан. Оны тонаушылардың өздері білмеген, көрдің ба? Сол қабірдің ішінде, табын ішінде алтын адам жатқан. Неге жаңағы алтын киімі деп айтып жатсаң, яғни қайтыс болған марқұмның үстіне алтыннан жасалып тігілген, киімге тігілген, сонда киім болған екен үстінде. Міне қарап отырсаң, міне осындай. Ойымды қорыта келе, туған өлке тарихын білу әр қазақтың азаматтық парызы деп білемін.